Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3 сыныптың 63 сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы «Не үйрендім?» Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма. Сөз өнері деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ахмет Байтұрсынұлының пікірін пайдалан. Сөзіңді Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай деп баста. Сөзіңнің аяғын сөз өнері туралы мақалмен аяқта. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай бір нәрсе туралы пікірімізді яки қиялымызды яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Сөз өнері адам санасының үш негізіне тіреледі. Бірінші қиялға, екінші ақылға, үшінші көңілге. Сөз өнері не жұмсалатын зат сөз. Сөз өнері жалпы мағынасында жай әдебиет емес, көркем әдебиет. Оның барлық эстетикалық байлығы әдеби шығарманың көркемдігі арқылы жасалады. Сөз өнері қоғамдық сананың күрделі әрі іргелі саласы. Сөз өнері жүректі толқытып, ақылды таразылап, тіл қисын қиюластырып, ойдың бояуын қандыра өрнектеп жеткізетін ұлы өнер. Сөз адамның айнасы деп бекер айтылмаған, себебі ол адамның қандай екені сөз саптауының, ойының ұшқырлығынан байқауға болады. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Суретке қарап би сөзінің мағынасын анықта, олардың ортақ сипаты мен айырмашылығын айт. Би тұлға, дәстүрлі қазақ қоғамының саяси әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесі. Би өнер, саз ырғағымен түрлі қозғалыстар жасап орындалатын, көңіл күйге негізделе көрсетілетін көне өнер түрі. Келесі үшінші тапсырманы көрейік. Үшінші тапсырмада семантикалық картаны толтыр. Нақыл сөздер. Адал болса досың жақын. Бұл сөздер нақыл сөздің авторы Қазыбек би. Көңіліміздің күйін жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Бұны Ахмет Байтұрсынұлы айтқан. Шешендіктен не пайда, артында сөз қалмаса, бұны Төле би айтқан. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Бұны Әйтеке би айтқан. Келесі төртінші тапсырмада өнердің қандай түрлері бар? Кластер құрастыр. Өнердің сәулет өнері, би өнері, сурет өнері, ән өнері сияқты түрлері бар. Келесі бесінші тапсырманы қарайық. Бесінші тапсырмада сызбадағы жазуларды сәйкестендір, түсіндір. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл. Бұл сөз өнеріне жатады. Салып едім күнді, күн жадырап күлді. Бұл сурет өнеріне жатады. Сақинаны сырғаны күміс сымнан тартады. Бұл қолөнер. Өнер алды қызыл тіл. Бұл сөз өнеріне жатады. Қастеев гүл ашқан алма. Бұл сурет өнеріне жатады, балалар. Осымен сабақ аяқталды, балалар. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сау болыңдар.